Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздерге 15 сұрақ қоямын, сол сұрақтың дұрыс жауабын табыңыздар. Кеттік ендеше. Қартаюға қарсы ең жақсы азық ол балық. Екіншісі, ең зиянсыз ас ол жұмыртқа. Өкпенің қатерлі ісігі, астма және қант диабетіне қарсы күресуде пайдалы ол алма. Ми қызметін жақсартатын жаңғақтар. Қатерлі ісіктен қорғайтын қара жидек. Гемоглобинді жоғарылататын анар. Салмақты реттеп отыратын көк шай. Денедегі токсиндерді тазалайтын брокколи. Шаштың тез өсуіне септігін тигізетін пияз және сарымсақ. 10-шы сұраққа келдік. Омега-3 витаминіне бай қызыл ет. Жақсы қорытылатын тағам сорпа. Ақуызға толы өнім жұмыртқа. Қанша жесең де салмақ қостырмайтын өнім ірімшік. Құрамында С витаминге бай жеміс апельсин. Құрамында су және тұз көп көкөніс асқабақ. Егер де дәл осындай пайдалы өнімдерді білгіңіз келсе, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.